Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов. Бүгін мамырдың 11-і, сіз білетін шығарсыз, карантин жалғастыруда. Сондықтан кейбір шектеулер бар. Егер сіз көшеде жүрсеңіз, сізге полиция қызметкерлер сұрақтар қойса, сіз сыпайы болыңыз, олардың сұраққа жауап беріңіз. Егер сізден құжат сұраса, документтер сұраса, куәлігін көрсетіңіз. Айтыңыз, мен дүкенге бара жатырмын, немесе дәріханаға бара жатырмын, осында жақын жерде тұрамын деп, солай жауап беріңіз. Бірақ та, егер полиция қызметкерлер айтса, сіз осы карантин ережелеріңіз бұздыңыз деп айтса, онда біз қазір хаттама жазамыз. Онда сіз сұраңыз. Сіз кімсіз, көрсетіңіз құжаттарын, сол деректерін жазып алыңыз. Уайымдамаңыз. Олардың іс әрекеттеріне қатыспаңыз. Өйткені сол кезде олар өздері заң бұзушылықты жасауы мүмкін. Сосын сол бұзушылықтар сізге кейінірек көмектеседі. Олар жалпы қандай бұзушылықтар болады? Мысалы, егер хаттама жазғанда сізге міндетті түрде сіздің құқықтарыңыз түсіндіру керек. Сіз өзіңіз оны түсінуіңіз керек. Ол тек қана емес, оны оқып шығып сізге түсінікті ме деп, жоқ. Әр сөйлемді қандай менің құқығым бар деп, олардың сізге түсіндіру міндеті. Сосын сізге адвокат олар шақыру міндеті бар, егер сіз оны сұрасаңыз. Сосын хаттама қай тілінде жазылады? Мысалы, хаттама орыс тілінде жазса, ал сіз орысша онша жақсы білмесеңіз, онда олар міндетті түрде сізге қазақ тілінде сол хаттаманы жазу керек. Сізге қаламды береді, айтады, қол қойыңыз деп. Сол қаламмен жазыңыз. Егер сізге құқықтар түсіндірілмесе, онда жазыңыз. Маған құқықтар түсіндірмеді, маған адвокат бермеді, мен орысша білмеймін, мынау хаттама орыс тілінде деп, дәл сол хаттамада жазып алыңыз. Өйткені ол сол бұзушылықтар, содан кейін судья сол материалдары полиция қызметкерлерге сол материалдарын қайтарып береді. Осы видеода астында толық жаднама бар. Не істеуіңіз керек? Егер полиция қызметкерлер сізді ұстаса, осы хаттама, мен айтқандай хаттама сіздің үстіне жазса, қандай сіздің құқықтарыңыз бар деп, бәрі толық жазылып отыр. Егер сізге пайдалы болса, мен өте қуаныштымын. Сау болыңыз. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болды.